Сенің ойыңша төсектегі мәселелер жасқа байланысты ма? Әлде стресс пе? Шын мәнінде бәрі әлдеқайда қарапайым. Мәселе сенің тамырларыңда. Елестетіп көр, сенің жыныс мүшең бұл кәдімгі шар. Ол толу үшін ішіне жақсы қысыммен ауа бару керек. Ал егер түтіп бітеліп тұрса, қанша үрлесең де нәтиже болмайды. Дәл сол сияқты ағзада да. Егер тамырлар бітелсе, ештеңе дұрыс жұмыс істемейді. Ғалымдар бұны әлдеқашан дәлелдеген. Нашар қан айналым эрекция мәселесінің негізгі себептерінің бірі. Және бұл тек жасқа байланысты емес. Қазір 30-35 жасқа дейінгі ер адамдардың өзінде де мұндай проблема жиі кездеседі. Себебі дұрыс емес тамақтану, стресс және қозғалыстың аздығы. Бұл видеода сен нақты, артық сөзсіз мынаны білесің. Хай көкөністер тамырды тазартуға, қан айналымын жақсартуға және өзіңе деген сенімділікті қайтаруға көмектеседі. Ешқандай таблеткасыз. Ешқандай ғажайып батсыз. Тек шындық. Бұл мәселені таблеткасыз шешуге бола ма? Иә, болады. Бірақ бір нәрсені түсіну керек. Бұл бір күнде шешілетін нәрсе емес. Бұл өмір салты. Ал оның негізі қан айналым. Егер қан дұрыс жүрмесе, ештеңе дұрыс жұмыс істемейді. Бұл сен әлсіз болғандықтан емес. Бұл физиология. Қайтадан сол мысалға келейік, сенің мүшең шар. Ал тамырлар сол шарға баратын түтіп. Егер түтіп бітелсе, шар толады, бірақ баяу және толық емес. Ағзада да дәл солай, қан, ауа, тамыр түтіп. Егер тамырлар бітелген болса, нәтиже бұрынғыдай болмайды. Неге тамырлар бітеледі? Себептері өте таныс. Фастфуд, аз қозғалыс, күніне 4-5 сағат ұйқы, тұрақты стресс, кофе мен алкогольдің артық мөлшері ағзабы сәтте қарсы шығады. Саған сигнал береді, маған да көңіл бөл. Сол кезде адамдар шешім іздей бастайды. Бірақ интернет не дейді? Бір көкөніс бәрін шешеді, 3 капсула, қайтадан 20 жастағыдай боласың. Бұл маркетинг. Шындық басқа, бір ғана өнім жоқ. Бір ғана таблетка жоқ. Бар нәрсе жүйе. Бүгін біз нақты көмектесетін өнімдер туралы сөйлесеміз. Қарапайым тілмен. Қорқынышсыз, артық уәде жоқ. Қан айналым нашар болса, не болады? Ағзаны су жүйесі сияқты елестет. Ішінде құбырлар, тамырлар, насос, жүрек, сұйықтық, қан, сенің денеңде шамамен 100 мыңнан астам тамыр бар. Олар оттегі тасиды, қоректік заттар жеткізеді, зиянды қалдықтарды шығарады. Олардың ішінде ең маңызды нәрселердің бірі азот оксиді. Бұл тамырларды босаңсытатын табиғи зат. Ол тамырларды кеңейтеді, серпімдетеді. Неғұрлым көп болса, қан соғұрлым жақсы жүреді. Ал не болады, егер өмір салтың нашар болса? Егер сен дұрыс тамақтанбасаң, аз су ішсең, ұйқың жетпесе, күні бойы отырсаң, онда азот оксиді азаяды. Тамырлар қатаяды. Қан айналым нашарлайды. Нәтижесі қысым көтеріледі, шаршау, бас ауру және уақыт өте интим мәселелер. Себебі біз айтқандай, жақсы жұмыс істеу үшін жақсы қысым керек. Ал түтік бітелсе, қысым болмайды. Не істеу керек? Жауап қарапайым, тамырларға күтім жасау керек. Ең тиімді жол тамақтану. Кейбір өнімдер азот оксидін көбейтеді, тамыр қабырғасын нығайтады, қан айналымды жақсартады. Қазір соларға көшейік. Номер 1 көкөніс, қызылша, свекла. Иә, дәл сол. Кейбіреулер жақсы көреді. Кейбіреулер көрсе қашады. Бірақ егер тамырыңды ретке келтіргің келсе, көзқарасыңды өзгертуге тура келеді. Қызылшада нитраттар бар. Бірақ қорықпа, бұл шұжықтағы зиян нитрат емес. Бұл табиғи, пайдалы нитрат. Ағзаға түскен соң, олар азот оксидіне айналады. Ал азот оксиді не істейді? Тамырларды кеңейтеді, қан айналымды жақсартады. Оны былай елестет. Азот оксиді бұл майлау материалы. Егер тамырлар қатайып қалған болса, ол оларды жұмсартады. Әсіресе сен көп отырсаң, аз қозғалсаң, онда бұл өте маңызды. Қызылша осы жүйені табиғи түрде күшейтеді. Қызық факт. Спортшылар қызылша шырынын жаттығу алдында ішеді. Неге? Себебі ол күш бермейді, бірақ бұлшықетке оттегінің жетуін жақсартады. Ал егер бұлшықетке жетсе, басқа жерлерге де жетеді. Қызылшаны қалай дұрыс қолдану керек? Бірнеше тәсіл. Бірінші шырын күніне 100-150 мл-ден баста.
Қаласаң, сәбіз немесе алма шырынымен араластыр. Екінші пеште пісіру турап, аздап май қосып 30-40 минут пісір. Дәмі тәкті, пайдалы. Үшінші борщ, майонезсіз, қаймақпен же денсаулыққа жақсырақ. Төртінші. Смузи жарты қызылшаны банан мен алмаға қос. Дәмін байқамайсың, бірақ пайдасын аласың. Маңызды, күніне 1 килограмм жеме зәрін қызыл түске бояуы мүмкін, бұл қалыпты. Негізі тұрақтылық. Номер 2 көкөніс, сарымсақ иісі бар. Адамдар қашуы мүмкін, бірақ пайдасы өте күшті. Сарымсақта алицин деген зат бар. Ол қабынуды азайтады, бактерияларды жояды, тамырларды босаңсытады, холестеринді төмендетеді, қанды сәл сұйылтады, яғни ол тазалаушы сияқты жұмыс істейді. Тамыр ішінде жиналатын қоқыстың алдын алады. Тағы бір факт, сарымсақ қысымды төмендетуге көмектеседі. Әсіресе стресс көп болса, ұйқы аз болса қалай жеу керек? Бірінші шикі түрде, ең тиімді салапқа қос немесе нанға жағып жей. Екінші пісірілген түрде ең соңында қос, сонда пайдасы сақталады. Үшінші сарымсақ майы. Майға қосып тұздық ретінде пайдалан. Иістен қалай құтылуға болады? Сүт іш ақ желкен шайына жалбыз қолдан маңызды, күніне 1-2 тіс жеткілікті. Артық кетсең, асқазан рахмет айтпайды. Номер 3 көкөніс, шпинат. Енді келесі өнім шпинат. Сыртынан қарағанда жай ғана жасыл жапырақ сияқты. Бірақ ішінде нақты жұмыс істейтін заттар бар. Шпинатта магний, фолий, қышқылық дәрумені, табиғи нитраттар бар. Неге бұл маңызды? Магний тамырлар үшін өте маңызды. Ол бұлшық еттерді, соның ішінде тамыр қабырғаларын босаңсытады. Егер магний жетіспесе, тамырлар керіліп тұрады, қысым көтеріледі, қан нашар жүреді, ал шпинат осы мәселені табиғи түрде реттейді. Фолий қышқылы не істейді? Ол азот оксидін өндіруге көмектеседі. Яғни, тамырлар жақсырақ кеңейеді, қан айналым жақсарады. Тағы бір маңызды нәрсе, шпинат гомоцистеин деңгейін төмендетеді. Бұл зат жоғары болса, жүрек қан тамыр ауруларының қаупі артады, яғни шпинат тек витамин емес, тамырларыңды қорғайтын нақты құрал. Қалай қолдану керек? Күнде жеп отыру міндет емес. Жеткілікті, аптасына 1-2 рет қарапайым тәсілдер. Жұмыртқамен қуырып жеп, астаға қос, смузиге араластыр, гарнир ретінде қолдан. Маңыздысы тұрақтылық. Номер 4 көкөніс, қызанақ. Техникалық тұрғыда бұл жеміс. Бірақ біз оны көкөніс ретінде жейміз, сондықтан тізімде орынды. Неге қызанақ пайдалы? Себебі оның ішінде ликопин бар. Бұл күшті антиоксидант. Ол ағзада не істейді? Қабынуды азайтады, тамырларды қорғайды, жасушалардың тот басуын тоқтатады, холестеринді төмендетеді, қысымды азайтады. Ең қызығы, ликопин піскен кезде жақсы сіңеді. Яғни, қуырылған бұқтырылған соус түрінде қызанақ шикіден де пайдалырақ. Тағы бір факт, зерттеулер көрсетеді. Қызанақты жиі жейтін адамдарда эрекция мәселелері сирек кездеседі. Неге? Өйткені ол сифр емес, жай ғана тамырларды сау ұстайды. Маңызды лайфхак, ликопин майда еритін зат. Яғни оны жақсы сіңіру үшін. Қызанақты аздап маймен бірге же, мысалы, зәйтүн майы, күнбағыс майы. Енді ең маңызды қорытынды, енді шындықты ашық айтайын. Бұл 4 көкөніс, қызылша, сарымсақ, шпинат, қызанақ саған көмектеседі. Бірақ олар сені құтқармайды. Егер сен күні бойы отырсаң, фастфуд жесең, ұйқым жетпесе, стресс өміріңнің бір бөлігі болса, ешқандай цифрлы өнім жоқ, бір көкөніс жоқ. Бір таблетка жоқ. Бар нәрсе, жүйе, тұрақтылық, өмір салты. Егер сен шынымен өзгеріс қаласаң, мынаны істе. Күн сайын қозғалыс қос, кемі 20-30 минут. Ұйқыңды дұрыста, суды жеткілікті іш, осы өнімдерді рационына қос. Соңғы ой, сенің мәселең әлсіздік емес. Бұл сигнал. Ағзаң саған айтып тұр, маған күтім керек. Егер сен оны тыңдасаң, бәрі қалпына келеді. Егер елемесең, уақыт өте нашарлайды. Таңдау сенде.